Армысыздар құпия әңгімелер арнамның тыңдармандары. Бүгін сіздерге шәкіртім Гүлжамиля Салықбайдың сиясы кеппеген жап-жаңа әңгімесін ұсынғалы отырмын. Бұл әңгімеде абысыны жолдасына көңілдес тауып беріп, оның отбасының ойранын шығарып, екеуі ажырасып екі жаққа кетеді. Алайда кейін екінші бақытын тапқан кейіпкер осы ісі үшін арсыз абысынына іштей алғыс айтады. Әрі қарай кейіпкердің баяндауы бойынша өмірден алынған шынайы оқиға. Арамза абысын. Отбасымызда 3 жылдың ішінде жалғыз өскен қыз болатынмын. Ата-анам мен ағаларыма еркелеп, балалық шағым қамсыз, ештеңеден таршылық көрмей, үйдегілердің бар мейірім махаббатына бөленіп бойжеттім. Мектепті орташа біліммен аяқтап, әрі қарай әкемнің қалауымен мейірбике мамандығына оқуға түсу үшін құжаттарымды реттеп тапсыруға аудан орталығына келген болатынмын. Дәрігерлік анықтама алу үшін орталық емханаға келіп, тізімдегі әрбір дәрігердің қабылдауында болып, дені сау, жарамды деген қолдарын қойғызып, көз дәрігерінің қабылдауына кезегім енді келген кезде кабинеттің есігі ашылып, көз дәрігер шыға келді. Түскі үзіліске шығатынын айтып, мені басқаларды бекерге күтіп тұрмай түстен кейін келуімізді өтініп кетіп қалды. Мен де түстеніп алмақшы болып емхананың асханасына кірсем, адам көп екен. Ішіп жейтін тағамымды алып, жан-жағыма қарасам, бос орын тек жаңағы көз дәрігерінің жанында ғана бар екен. Ақырындап келіп, кешіріңіз, отыруға болады ма деп сұрадым. Ол келісім бергендей басын изеді. Дәрігердің жанындағы бос орынға жайғасып, үнсіз тамақтанып отырғанымызда, жанымызға ұзын бойлы арықша келген тартымды бір жігіт келіп, дәрігер екеуі амандық саулық сұрасып, шүйіркелесе кетті. Мен болсам оларға аса мән бермей, тамақтанып отыра бердім. Бір кезде әлгі жігіт, мына сұлу қыз кім болды? Бізді таныстырмайсың ба деп көз дәрігеріне қарады. Дәрігер басын шайқай маған қараған кезде, мен болсам асығып аптығып, дәрігерлік анықтамаға қол қойсаңыз болды, мейірбике мамандығы бойынша оқуға түспекші едім деп сайрай жөнелдім. Менің мына сөздеріме екеуі күліп жіберді. Ыңғайсызданып қалған мен тамағымды тез-тез ішіп, тұрып кетпекші болдым. Менің мына қылығыма жымиып күлген әлгі жігіт, асықпаңыз, сізге керекті дәрігер жаныңызда отыр деді де, таныса отырайық. Менің есімім Еділ, ал мына дәрігеріңіздің есімі Әмір деп өздерін таныстырып, екеуінің сыныптас дос екенін де айтып үлгерді. Мен болсам ақырын ғана, есімім Сәлима деп өз есімімді айттым. Еділ сөзшең, ананы-мынаны айта отырып сөзге тартып, үшеуміздің әңгімеміз жарасып, қалжыңдаса отырып асықпай түстеніп дәрігердің кабинетіне келдік. Еділ досына әлгі айтқан шаруасымен ертең тағы келетінін айтып, қоштасып шығып кетті. Әмір көзімді тексеріп, дәрігерлік анықтамаға қолын қойып, мөрін басып берді. Сөйтіп, сыртқа шығып, құжаттарымды тапсыруға медициналық оқу орнына келдім. Ол күні құжаттарым толық болмай үйге қайтып кеттім. Ертесінде барлық құжаттарымды толықтырып алып келіп, оны оқу орнына тапсырып, біраз серуендеп қайтпақ болып, орталық саябаққа келдім. Балмұздағымды жеп, көлеңкедегі орындыққа отырғанымда, көз алдында Еділ пайда бола кетті. Мен оны көріп таң қалып, оған қарап қалдым. Еділ дәнекерлеуші болып жұмыс істейтін, осындағы сынып қалған әткеншектерді дәнекерлікпен жөндеп жүргенін айтты. Сөйтіп жаныма отырып менің оқуым туралы, сынақтарымның қашан басталатынын сұрастырып, біраз әңгімелесіп отырдық та, сосын мен үйге қайттым. Сынақтарға дайындалып жүріп, уақыт өтіп жатты. Айтулы күн жетіп емтихан тапсыруға аудан орталығындағы оқу орнына келген бетінде, қақпа алдында қолында бір шоқ гүлі бар Еділді көрдім. Оны көріп таң қалып, жанына жақындап едім, маған гүлін ұсынып, Сәлима, саған сәттілік тілеймін деп жымия қарады. Рахмет деп гүлін алып, сынақтардың басталар уақытының жақындап қалғанына байланысты асыға ішке кіріп кеттім. Раушан гүлдердің хош иісі мұрын жарып, оның бұл іс әрекетіне ішім жылып, еріксіз жымия өз жұмысыма кірісіп кеттім. Емтихандарды ойдағыдай тапсырып, сыртқа шықсам, аулада Еділ жүр екен.
Оны көріп таң қалдым. Мені әлі күтіп жүрген ме деп ойладым. Сөйтіп едім, Еділ мені көріп, жаныма жақындап келді де мені күтіп жүргенін айтты. Қалай, Сәлима, сынақтардан өте алдың ба деп сұрады. Мен тапсырдым ғой, бірақ нәтижесі кейін белгілі болады екен дедім. Олай болса, қарның ашқан болар, жүр бір жерге барып түстеніп алайық деп ұсыныс жасады. Таңертең үйден асығып тамақтанбай шыққан болатынмын. Қарным шынымен ашып тұрғандықтан, оның бұл ұсынысына иә деп келісе кеттім. Сөйтіп жақын маңдағы бір дәмханаға кіріп, әңгімелесе отырып, екеуміз түстендік. Сөз арасында Еділдің осы аудан орталығында тұратынын білдім. Дәмханадан шыққаннан соң Еділ, біраз саябаққа барып серуендеп қайтса қайтеді деген соң, ойымда ештеңе жоқ, көңілін қимай саябаққа қарай аяңдадық. Жол жиегімен саябаққа келе жатқанымызда бір көлік жанымызға келіп тоқтай қалды. Ішінен екі жігіт шыға келіп мені бас салып күштеп көлікке отырғызып, Еділ де сол көлікке жаныма отырып алып қашты. Оқу оқимын деп жүргенде бұлай аяқ асты алып қашудың құрбаны боламын деп еш ойламаған едім. Шошып қорқып кеткенмен айқайлап қарсыласып жатып, лезде Еділдің үйіне келіп жеткенімізді білмей қалдым. Келе сала, әлгі екі жігіт мені көтеріп алып үйге кіргізіп шығып кетті. Еділ ата-анасына келін алып келгендігін айтып қойған секілді. Өйткені үйінде адамдар көп екен. Үй ішіндегі әйелдер ақ жаулығын маған жаппақ болып, жан-жағымнан қаумалап кетті. Ал мен болсам біраз тұрып қалдым. Сол сәтті пайдаланып, ақ жаулықты басыма салған кезде есімді жиып жаулықты басымнан жұлып алып, мен әлі жаспын, оқу оқимын, мен мұнда қала алмаймын, мен Еділді дұрыс танымаймын деп әрқайсысына түсіндірмек болып шырылдап кеттім. Бірақ мені тыңдап жатқан ешкім болмады. Мені күштеп көндірмек болып әрқайсысы әрдеңені айтып жатыр. Барлығымыз осылай келгенбіз. Әлі үйреніп бақытты болып кетесің деп, бірінің аузына бірі түкіріп қойғандай, барлығы жамырлап, бір сөзді қайталап қояр емес. Мен ашуланып, айқайлап, жылап-сықтап, әрқайсысымен алысып бірталай уақыт өтіп кеткен секілді. Әлім құрып әрі қарай барлығыңды сотқа беремін. Әлі кәмелет жасқа толмағанмын. Шеттерінен түрмеге тоғытамын деп, оларға сес көрсете бастадым. Осы бір сөздерімді өздері секілді, мен де бірнеше рет қайталай бердім. Менің осы сөздерімнен сескенді ме, әлгі жамырап жүрген әйелдер бір-бірінен өзара сыбыр-күбір етісіп, бір кезде шығып кетті. Бөлменің сыртында қыз әлі кәмелет жасқа толмаған екен, үйіне қайтарайық деп ақылдаса бастады. Сол кезде Еділдің даусы шықты. Мен өзім сөйлесемін онымен деп, мен отырған бөлмеге кіріп келді. Бөлмедегі қалған әйелдерді шығарып жіберіп екеуміз оңаша қалдық. Еділ маған ақырындап жақындап келіп, Сәлима, мен саған бір көргеннен ғашық болып қалдым. Өмірімде бірінші рет ғашық болып отырмын. Ертең сен оқуға түсіп кетсең, сенен айырылып қаламын деген оймен осындай шешімге келіп, осындай қадамға барып отырмын, деді. Ал мен болсам, мен әлі жаспын, оқуым керек, ешқандай да келіспеймін, мен сені дұрыс танымаймын да, мен сені екі-ақ рет көрдім, тұрмысқа шықпаймын, сен өтірікшісің, мен сені жек көремін деп айқайлап ұрса бастадым. Дәл қазір үйіме апарып тастамасаң, сені сотқа беремін деп, ашуланып оны жұлқылап, қос қолдап кеудесінен итеріп, тоқпақтап ұра бастадым. Сөйтіп едім, Еділ мені қапсыра құшақтай алып, мені қатты жақсы көретінін айтып, аймалап сүйе бастады. Бұл қылығына менің одан ары ашуым келді. Жұлқынып құшағынан сытылып шығып кетпек болып, оны бар күшіммен итеріп жібердім. Мұндайды күтпеген болу керек. Тепе-теңдігін ұстай алмай шалқалап құлап бара жатып, шап беріп менің қолымнан ұстап үлгерді. Сөйтіп екеуміз бірдей еденге көрсетіп құладық. Осы кезде Еділ менің үстіме қарғып шықты. Сөйтті де екі қолымды қысып ұстап жоғары қарай көтеріп алды. Лезде Еділдің түрі өзгеріп сала берді. Сәлима, бәрібір мендік боласын. Өз еркіңмен көнесің, болмаса көнуіңе тура келеді деп бұйыра сөйледі. Мен жоқ деп тулап келе жатқанында, мені ай-шайға қарамай әп-сәтте шешіндіріп тастады. Оның мына қылығынан шошып кеткенмен көмектесіңдер деп айқайлай бастадым. Ал ол болса
өз дегенін істеп жатты. Менің ышқына жан даусым шығып көмектесіңдер деп айқайлағаныма ешкім келе қоймады. Көмекке шақырып әуре болма. Ешкім бөлмеге кіре алмайды. Есікті ішінен құлыптап қойғамын деп мені аймалап сүйе бастады. Сөйтіп өз шаруасын жалғастыра берді. Қанша қарсыласып бұлқынсам да оған әлім келер емес. Жан таласып шыңғыра көмекке шақырып айқайлап жылай бастадым. Бір кезде есік айқара ашылып, бірнеше әйел сау етіп бөлмеге кіріп келді. Жасы үлкендеу, зор денелі ападан басқаларының барлығы бетін басып, қайта айналып шығып кетті. Ал әлгі апа келді де: «Қайным-ау, мұның не? Бейшараны шырылдатып қорқытып жібердің ғой. Болды енді қойсаңшы, не істеп жатырсың?» дегенде Еділ тоқтай қоймайды. Әлгі апа Еділдің белінен қапсыра құшақтап алып, анандай жерге атып ұрды. Сонда ғана есін жиған Еділ сымын жолай киіп бөлмеден атып шығып кетті. Ал мен болсам, жаным мен тәнім бірге ауырып, жағдайдың осыншалықты болып кететінінен есеңгіреп, мына жатысымнан ұяттан жерге кіре жаздап, апаның көмегімен киініп, солқылдап жылап жібердім. Мені құшақтап, жанымда жұбатып отырған ол кісі біраздан соң ақырындап: «Айналайын-ай, оның бұлай жасайтынын білмей қалдық қой. Бұл әулеттегі 5 ұлдың ішіндегі жақсысы осы бала болатын, момын болатын. Осы уақытқа дейін қызым жоқ деп жүрген бала. Кеше аяқ астынан үйленемін деп бүгін сені алып келіп отыр. Соған қарағанда сені шын жақсы көретін болғаны ғой. Сен кетемін дегенінде сасқан үйрек артымен сүңгиді демекші. Бұл қылығын солай түсініп отырмын. Қайтейін, әр әйелдің басына салғанына, тағдырдың талайына көнбестен басқа қандай амал бар? Пешенеңе жазылған осы шығар, айналайын. Ерте ме кеш пе бәрібір тұрмысқа шығасың ғой. Енді айырмашылығы саған ертерек, әлі басқаша келуінде болып тұр ғой», деді. «Қайта келген қыз жаман, қайта жапқан жау жаман демекші. Өзіңнің ертең ата-анаңды ойласаң, өзің ақылға салып көрерсің. Кіммен қарайсаң сонымен ағар» деген деп жылы-жылы сөздерімен мені жұбатып, ақылын айтып біраз отырды. Сөйтті де ақ жаулығын басыма салып, маңдайымнан сүйіп, бақыт тілеп орнынан тұрып бөлмеден шығып кетті. Мен есеңгіреп, бір жағы қорланып, қандай шешімге келерімді білмей сілейіп отыра бердім. Жақында ғана танысқан Еділден мұндайды күтпеген болатынмын. Қатты шошынып қалған мен мұндай адаммен ертеңімнің қалай боларын да ойлай алмадым. Екінші, бір жағынан ата-анамды, өзімнің мына халімді ойлап ұзақ отырдым. Болары болып, бояуы сіңген соң не істей алар едім? Не де болса тағдырыма жазғанын көрермін деп, тағдырыма бас иіп, сол әулетке келін болып қала бердім. Ертеңінде бет ашар өткен соң, кешегі жағдайлардың барлығы енеме әсер етті ме, кешке қарай енем сырқаттанып жедел жәрдем шақырып ауруханаға жатып қалды. Өз ұшқан ұямда ештеңеге алаңдамай, қамсыз өскен мен бір-ақ күнде бірталай жағдайлар орын алып, мүлде танымайтын бір әулеттің әйелдерге жүктелген барлық жауапкершілігін мойныма алып, бірден бірнеше жасқа есейіп кеткендей едім. Келін болып келген жерімде бір қайнағам үйленіп бөлек отау болып кеткен екен. Ал күйеуімнен кейінгі 3 қайным мен ата-енем бір шаңырақ астында бірге тұрады екен. Алғашқы күннен шошынып қорқып қалған мен күйеуіммен алақанына салып, бар жағдайымды жасап, отбасы мүшелерінің тарапынан жақсы қолдау көрсетуінің арқасында өз-өзіме келіп, сол үйге тез сіңісіп кеттім. Енем инсульт алып 1 айға жуық ауруханада жатып, емделіп үйге келді. Алайда жағдайы онша жақсы емес еді. Анық сөйлеп, дұрыс жүре алмайтын. Толық емделіп кету үшін 1 жылға жуық уақыт керек екен. Сонымен енемнің күтімі, үй шаруасы бар, оқимын деген жоспарым отбасылық жағдайға байланысты кейінге ысырылып қала берді. Ал қайнағам мен абысыным бұл отбасында осынша жағдайлар болып жатса да, бөтен адамдар секілді сирек қатынасатын. Онда да атамның шақыруымен келетін. Әу бастан абысыныммен қарым-қатынасымыз онша жақсы бола қоймады. Өйткені ол кісінің айтқан әңгімелері мен қайнінілерімен қалжыңдасып ойнап жатырмын деген қылықтары маған бір түрлі көрінетін еді. Сондықтан ол кісімен алыстан сыйласуға тырысатынмын. Осылай араға жыл салып, енемнің денсаулығы дұрысталып,
Еділден кейінгі қайнынымды үйлендірдік. Оның үйленгеніне 1 ай шамасында ата-енем барлығымызды шақырып алып, Еділ екеумізді бөлек отау етіп, көрші аудан орталығынан сатып алып қойған 2 бөлмелі пәтерге шығаратынын айтты. Енем өз ұлдарына қарап, бірге тумақ бар да, ал бірге тұрмақ жоқ дегендей, бір келіннің басын екіншісіне қоспай, сыйларың бар кезде бөлек тұрғандарың дұрыс. Ешқайсыңды бөліп жармаймын. Жалпы бұл менің ұстанымым деп түсіндірді. Ал қара шаңырақта уақыт сәті келгенде кенже ұлымызбен қаламыз деді. Сонымен Еділ екеуміз бөлек отау болып көрші ауданға көшіп кеттік. Еділмен ақылдаса келе аспаздық курсын оқып алып, бір дәмханаға аспаз болып жұмысқа орналастым. Барлығы жақсы, бақытты едік. Тату-тәтті тұрып жаттық. Алайда біз бөлек отау болғалы әншейінде сирек келетін абысыным біздің үйге келуін жиілетті. Келген сайын біздің неге сәбилі болмай жатқанымызды сұрап, мені кінәлап, әрдеңені айтып көңілімізді түсіріп кететін. Осылай бір күні жұмыстан ертелеу шығып, үйге кірсем, сымпылдап бірдеңелерді айтып жатқан абысынымның дауысы ас үйден шығып жатыр еді. Жақынырақ келіп, құлақ асқан едім, Еділге уақытын өткізбей менімен ажырасып, басқа әйелге үйлен деп ақыл кеңес айтып жатыр екен. Онысымен қоймай, әйелді өз тауып беретінінде айтқанында шыдай алмай бөлмеге кіріп келдім. Мені көре сала абысын орнынан тұрып, кетуге ыңғайлана бастады. Не үшін арамызға бұлай түсіп жатырсыз? Неменеге күйіп пісіп жүрсің деп айқайлап бердім. Ал ол болса, естімегенде кейіп танытып үйден шығып кете барды. Ашу ызаға булығып жылап қалдым. Еділ болса, оның сөзіне мән бермеуімді айтып, мені құшақтап, мені жақсы көретінін айтып жұбатып жатты. Алайда абысынның сөздерін қалай түсінерімді білмей, не үшін маған қарсы болып жүрген ұға алмай, абысынның осы бір қылықтары көкейімде қалып қойды. Осылай жыл артынан жылдар өте берді. Қайнінілерім бірінен кейін бірі үйленіп, алды 2-3 балалы болған еді. Ал кенже қайнінімнің келіншегі Ботаның аяғы ауырлап, ай күні жақындап қалған еді. Солардың балалы болатындығына қуанатынмын. Алайда осындай бақытты бізге қашан бұйыртар екен Алла тағалам деп, кейде көңілім түсіп, қамыға жылап қалатынмын. Басы ашты болғанымен, аяғы тәтті болған отбасылық өмірімде мен бұл әулетке келін болып түскеніме 15 жылдай уақыт болып қалған еді. Біз бір перзентке зар едік. Бармаған жеріміз, баспаған тауымыз қалмаған еді. Күйеуім екеуміз дәрігерлерге қаралып, екеуміз де тексерістен өттік. Алайда дәрігерлер бізде барлығы жақсы деп шығарып салды. Кейіннен емшілерді жағаладық. Олар да мардымда ештеңе айта алмады. Соңында Алладан күнінде перзент сұрап намазға жығылдым. Алайда бір перзентті болу арманым, сағым секілді көзден ғайып болып ақырындап үмітімде үзіле бастаған еді. Осы жылдар аралығында басымыздан талай нәрселер өтті. Екі жақты үлкендер жағы ажырасыңдар деп те айтты. Талай келіспеушіліктер орын алды. Бір кездерде қанша қиын болса да, ойлана келе Еділге, сенің бағыңды байламай, мүмкін ажырасармыз дегенімде, ол жоқ деп кесіп айтты. Бір жетімге жақсылық жасайық. Бала асырап алса қайтеді деп едім, күйеуім оған да ыңғай бере қоймады. Сәлима, Алла беремін десе бір сәтте береді. Өз қаным, өз бауыр еті баламның болғанын қалаймын. Қанша адамдар неше жылдан кейін балалы болып жатыр ғой. Алла бұйыртса, өз балаларымыз болады деп сенімді түрде сөйлейтін. Осылай үміттеніп жүріп жылдар өте берген еді. Өзімнен кейінгі абысыным ауруханада әйелдер босанатын бөлімінде мейірбике болып жұмыс істейтін. Бір күні бір жас қыздың алданып қалдым деп, ай күні жетіп, ол бала босанып алып, ол баладан бас тартып жатқандығын айтып берді. Мен болса, Еділмен ақылдаспай тұрып, сол баланы қалай асырап алуымызға болатыны туралы егжей-тегжейлеп біліп алдым. Егер де сол баланы біз асырап алсақ, оның көмектесетіні туралы уәдесін алып үйге келіп ақырындап Еділге айтып едім. Ол, Сәлима, осынша жыл күттік қой, енді және біраз күтейік дегенде мен, осынша жыл күттік болмай жатыр ғой, сауапты іс жасап, бір жетімді асырап алып отбасы етсек, Алла бізге де берер деп қоймадым. Алайда Еділ баланың қандай жағдайда,
қандай адамдардан туылғанын білмей, қалайша оны бала етіп аламыз. Сан түрлі себептер мен мысалдар келтіре отырып қарсылық таныта берді. Сонымен ата-енеме айтып жүріп, еділді көндіріп, таныстарымызды араға салып жүріп, тастанды сәбиді тегімізге жаздырып, балалы болып шыға келдік. Менің қуанышымда шек болмады. Жұмыстан босап шықтым. Енем балаға қарасатынын айтып, өзі үйіне шақырған еді. Қара шаңыраққа келсек, барлығы жиналып отыр екен. Біздің қуанышымызға ортақтасып, жылы лебіздерін білдіріп, мәре-сәре болып отырғанымызда, үлкен абысыным ерін сылп еткізіп, мұрнын бір тартып алып, түйеден түскендей етіп, неменеге мәз боласыңдар? Айдаладағы ұлтының кім екені белгісіз бір тексізді алып келіп әлдеқандай етіп деп қойып қалды. Абысынның мына сөзі төбемнен біреу мұздай су құйып жібергендей әсер етті. Осы әулетке келін болғалы 15 жылдың ішінде осындай жиын тойларда осы үлкен абысын үнемі осындай бірдеңе айтып, жанжал шығарып, қайнылеріммен кейінгі абысындарының арасына от салып бүлік шығарып кететін. Кейіннен білгенімдей, өзі қайнағамнан 6 жас үлкендігі бар екен. Кезінде күйеуінің басын айналдырып тиіп алғанға ұқсайды. Оның алдында енем де қауқарсыз болып қалатын. Өйткені оған бірдеңе айтып жөнге салайын деген ата енемді де аямай шайпауызданып, аузына келген оттап жанжал шығарып жіберетін. Осылай қуанышымыз су сепкендей басылып, барлығы көп отырмай тарқасып кетті. Біз қара шаңыраққа келген кезімізде осы үйдегі кенже келін Бота босануға кеткен болатын. Көп ұзамай ол да ұл босанып үйге шықты. Мен ұлымды құрғақ қоспамен тамақтандырып жүрген болатынмын. Алайда ол қоспа кішкентайдың асқазанын ауыртып жылай беретін. Бота жаны жайсаң, өте мейірімді еді. Мен айтпасам да өз ұлымен бірге менің ұлымды да емізіп, балалар ананың уыз сүтін тоя ішіп, тез ширап өсіп келе жатты. Ал мен болсам, өз тарапымнан Ботаның бар жағдайын жасап, сорпалатып, бірге балаларды шомылдырып, сәбилеріміздің иісіне тоймай, 40 күн шілдемізден шықтық. Және біраз күн сонда болып, үйімізге қайтып келдік. Осылай аяқ асты перзентті болып, енді толыққанды отбасы болып, бақытты күндеріміз басталды ма дегенімізде, бірнеше айдан кейін Еділдің денсаулығы сыр бере бастады. Дәрігердің қабылдауында болып келген күйеуім қорқатын ештеңе жоқ екен. Аздап суықтап қалыппын. Кішкене емделіп, жақсы болып кетемін деді. Сөйтті де денсаулығына аса мән бермей, дәрі-дәрмектер ішіп жүре берді. Алайда беті бері қарамай, жағдайы нашарлай берді. Мен ауруханаға жатып емдел десем, сен баламен қиналып қаласың деп жүре берді. Содан мені тыңдамаған соң ата-енеме айтып жүріп, дәрігерлерге қаратып, анализ тапсыртып едік. Еділдің өкпе туберкулез дертіне шалдыққаны анықталды. Содан уақыт өткізбей аймақ орталығындағы арнайы ауруханаға емделуге жатты. Кеңес одағының ыдырап, Қазақстан егемендігін алып тай-тай басқан баладай, әлі аяқтан нық тұрып кетпеген алғашқы қиын қыстау жылдары еді. Мемлекеттік аурухана дегенмен дәрі-дәрмектердің тапшы кездері болатын. Еділдің еміне керекті дәрі-дәрмектерді сатып алу үшін қаржы таппай қинала бастадым. Ата-енем мен Еділдің бауырларының жағдайы да мәз емес еді. Солай Еділ ұзақ уақыт ауруханада жатып қалды. Үйімізді сатуға қойғанымен сатып алушы да шыға қоймады. Ал күйеуім болса, ауруым жұғып кетеді деп үйге мүлде келмейтін. Артынан мен ауруханаға бірнеше рет барып, бірде кездесіп, бірде кездесе алмай қайтатынмын. Осылай бірнеше айдан кейін Еділдің үлкен абысынының үйінде жүргенін естідім. Ол ауруханада емес пе? Онда не істеп жүр деп таңғалдым. Ұлымды алып қайнағамның үйіне келгенімде абысын мені көріп шошып кеткендей болды. Енемнің шақырғанын айтып, мен сонда барайық деп сүйрелей бастады. Мен болсам, Еділ осында ма деп сұрақты төтесінен қойдым. Үйден шығып келе жатқан қайнағамның үлкен ұлы, иә, ағам бірнеше күн бұрын мейірбикесімен бірге келген деді. Ұлымды үлкен ұлға ұстата салып үйге кіріп, Еділді іздей бастадым. Төргі бөлменің есігін ашып кіріп келгенімде өз көзіме өзім сенбедім. 2 адамдық төсекте менің күйеуім жап-жас бір келіншекпен құшақтасып ұйықтап жатты.
Көзім қарауытып, басым солқылдап, жан дүнием әлем тапырық болып кетті. Мына көрініске сенер-сенбесімді білмей, тұрған орнымда сілейіп бір шама уақыт тұрып қалдым. Артымнан келген абысыным бірдеңелерді айтып жатты. Оның не айтып жатқанын ұғатындай халде емес едім. Осылай тұрғанында Еділ ұйқысынан оянып кетті. Оның оянып көз жанары шарасынан шыға жаздап маған қарағанында бірақ есімді жиып жандарына жетіп бардым. Демек, мейірбике дегендерің осы ма, көңілдесің бе деп ақыры жандарына жетіп барып, әлгі келіншекті ұйықтап жатқан жерінен шашынан ұстап алып далаға сүйреп шығардым да тепкінің астына алдым. Артымнан жан ұшыра жүгіріп шыққан Еділ мен абысыным жан таласып араша түсіп ажыратып алды. Сонда да ашуыма ерік беріп ұмтылып шап беріп ұстап, әлгінің бас көзіне қарамай ұра бердім. Бір кезде шарт етіп бетімнен тиген шапалақтан көзімнің оты шыға, бетім дуылдап кеткенде бірақ есімді жиып, отты көзімнен атып жіберердей күйеуіме қарадым. Осынша жыл бірге тату-тәтті тұрып, бір ретте болсын қол көтеріп көрмеген күйеуімнің мына қылығына қорланып, жаным сыздай ауырып кеткен еді. Ол менен аяқ ауыр дегенде дүние төңкеріліп кеткендей болды. Менің есеңгіреп тұрған сәтімді пайдаланып, Еділ мен әлгі әйел бұл үйден кетіп қалыпты. Абысынымның ақтала маған бірдеңелерді айтып жатқанына құлақ аспай, ұлымды құшақтап алып, көз жасымды ешкімге көрсеткім келмей, тездетіп абысынымның үйінен кетіп қалдым. Мына жағдайдың барлығы жүйкеме қатты әсер еткен еді. Еділдің мына сатқындығын қалай түсінерімді білмей, санам сан-саққа кетіп, оның денсаулығын ойлап, шырылдап жүргенімде, ол болса басқа әйелдермен қызық қуып, тайраңдап жүріпті. Тіпті аяғын ауырлатып қойыпты. Денсаулығы жоқ адам қалайша, әлде құлан таза айығып кетті мекен? Қалайша осынша жыл бірге тұрып, бізде болмаған бала, аяқ асты ол әйелге бітті. Қалай бола қалды? Жаным күйзеліп, таңертеңгі көрініс көз алдыма қайта-қайта келіп, қызғаныш оты ішімді алаулатып жандыра бастады. Осынша жыл сүйемін, күйемін деген сөзінің барлығы жалған болғаны ма? Кеше ғана танысқан біреудің өз тарапынан алып, шапалақпен мені тартып жіберген жанымды ауыртып, сондай қорланып, ашу-ызаға булығып, егіле жылап жата бердім. Ұлым бір кезде қарны ашып жылай бастағанда, амал жоқ орнымнан тұруыма тура келді. Ілініп салынып жүріп, ұлымды тамақтандырып, сан түрлі санамды жаулаған сұрақтардың шешімін таба алмай кешті батырдым. Ұлымды ұйықтатып, ой шырмауынан шыға алмай, осы жағдайларды ойлап, жылап сықтадым. Ой елегінен барлығын өткізіп, барлығын саралай келе, күйеуімнің бұлай өзгергенінің кеше еместігін түсіне бастадым. Мен сәбилі болдым деп, бақыттан басым айналып, жан-жағымда болып жатқан жағдайларға мән беріп қарамаппын. Тіпті ештеңені байқамай жүре берген екенмін. Осылай күйеуімнің маған деген махаббатының сөнгенін түсініп жеттім. Өз айтқандай өз қаны, бауыр еті баласын таңдады. Артымнан іздеп келіп, жағдайымды біліп, осы іс әрекетін түсіндіруге де жарамады. Ал мен болсам, көзіммен көрген сатқындығынан кейін одан бір жола көңілім қалған еді. Осылай жолымыз екіге айырылып, екі жаққа кете бардық. Көп ұзамай Еділ сол әйелге үйленгенін естідім. Сөйтіп бір күні қайнағам үйге келді. Келе сала қандай шаруамен келгенін айтып салды. Еділ дұрыстап ем алған жоқ. Осы себепті оның ауруы әйеліне де жұққанға көрінеді. Сол себепті қайнағам олардың өз үйінде тұруына қарсы екенін және де осы үйде барлық жағдай жасалған, ыстық суық суы бар, газы бар. Сол себепті оларды осы үйге бөлек шығарамыз. Ал сен төркініңе қайт деп шығып кетті. Осылай қаншама жыл бірге тұрып, бір ретте қатты сөзге келіп ұрсып көрмеген сүйіктім, бір жылдың ішінде адам танымастай өзгеріп, бір көргеннен маған ғашық болып үйленген, 15 жыл алақанына салып мәпелеп келген күйеуім мені бір баламен көшеде қалдырды. Жақсы көру мен жек көрудің арасы бір қадам демекші, Еділді қатты жек көріп кеттім. Барлығынан бас кешіп, ата-анама төркініме оралдым. Осылай өмір өз ағыммен өтіп жатты. Ұлымды балабақшаға беріп, бір мейрамханаға аспазшы болып жұмысқа орналасып жүріп жаттым. Бір күні кіші абысыным Ботаны базарда кездейсоқ көріп қалдым. Екеуміздің қарым-қатынасымыз әпкілі сіңлілей жақсы еді.
Сағынса көрісіп, қал жағдайымызды сұрасып, балаларымызды айтып мәре-сәре күйге түстік. Бота бір жерге барып, асықпай отырып әңгімелесейікші деп өтінген соң, екеуміз дәмханаға келіп жайғастық. Өткен кеткенді есімізге түсіріп, біраз әңгіме дүкен құрдық. Бір кезде сіздің хабарыңыз бар ма жоқ па деп айтар-айтпасын білмей, үндемей, бетіме бажайлай қарады. Мен немене дегенде иығымды қиқаң еткіздім. Еділ қайнағам, сіз кеткен соң, бір жылдан кейін сол ауруынан айыға алмай, өмірден озды ғой дегенде, төбемнен біреу мұздай су құйып жібергендей болды. Есеңгіреп біраз отырып қалдым. Әрі қарай Ботаның айтуы бойынша, барлығы менің ұлымды асырап аламын дегеннен басталыпты. Үлкен абысыным араға іріткі салып, Еділге кеш болмай тұрғанда басқа әйелге үйленіп, ұрпақты болуын ойла деп үгіттеп, әртүрлі келіншектермен таныстыра бастапты. Сонымен Еділде еркек емес пе? Мен ұлыммен енемнің үйінде 40 күн шілдемізден шықпақ болып кеткен кезімде, өзім үшін туып аламын деген бір келіншекпен абысыным арқылы танысып, көп ұзамай әлгі әйелдің аяғы ауырлап қалыпты. Сонымен Еділде үміт пайда бола бастапты. Кейіннен ауруханаға жатып қалған кезінде де барлық бауырларымен бірге абысыным да артынан жиі барып тұрған екен. Барған сайын әртүрлі келіншектермен таныстыруын қоймаған екен. Осылай кейіннен әлгі Мейірбике деген әйел ешқандай да Мейірбике емес, сол ауруханада бірге жатқан науқас әйел екен. Сол әйелмен абысыным таныстырып, оның да аяғы ауырлап қалыпты. Бастапқыда менің рұқсатыммен екінші әйел етіп алмақшы болады. Алайда жағдай абысының ұйымдастырғандай орын алып, біз ажырасып кеткеннен кейін әлгі әйелге үйленеді. Ол әйел көп ұзамай бір қызды дүниеге алып келіпті. Алайда дәрігерлердің емделіп айығып кетпейінше үйленіп балалы болуға болмайды деген ескертулеріне құлақ аспай, дүниеге әкелген қызы өте әлсіз болып, туылғаннан бірнеше күннен кейін шетінеп кетіпті. Артынан анасының денсаулығы күрт төмендегендігі, көп ұзамай ол да көз жұмыпты. Одан кейін Еділге осының барлығы ауыр тиді ме, беті бері қарамай, 2 айдай ауруханада жатып, ол кісі де ол дүниелік болып кетті деп, көз жанары жасқа толып кетті. Бота біраз отырды да, Еділ қайнағам дүниеден өткеннен кейін, әйелі де бір жылдай жүріп, ол да сол аурудан айыға алмай, ол да көз жұмды. Осылай бір жылдың ішінде сұм ажал бір отбасын түгелдей жұтып жіберді деп ауыр күрсінді. Ал мен болсам, қанша жерден Еділді жек көріп кеттім десем де, оны өлімге қимай жылап алдым. Енемді де ойладым, ол кісі де марқұм, жақсы кісі болатын. Сөйтіп, 2 жылдан кейін жеңгем арқылы жұбайы қайтыс болып, бір қызымен қалған бір жігіт ағасымен танысып, сол кісімен тұрмыс құрдым. Екеуміздің сөзіміз жарасып, бір-бірімізді жақсы түсініп, тату-тәтті өмір сүріп жаттық. Бірнеше айдан кейін аяғым ауырлап қалғанын білгенімде, таңданысымда шек болмады. Қалайша 15 жыл Еділмен отау құрып, бір сәбилі болуға зар болғанымызда, болмаған сәби, екеуміздің жолымыз екіге айырылып кеткен кезде, екеуміз де басқа адамдардан сәбилі болғанымыз таң қаларлық жағдай еді. Кейіннен дәрігерлерден сұрап білгенімде, кейбір адамдардың қандары, гендары сәйкеспей, осындай жағдайда болатынын айтты. Сөйтіп бірінен кейін бірі 4 перзентті дүниеге әкелдім. Қазіргі таңда жұбайым Нұржанмен 6 баланың ата-анасы атанып, бақытты ғұмыр кешудемін. Сөйтіп, бір кездерде қарғыс жаудырған Сайқал Арамза абысыныма кейіннен іштей алғыс жаудырып отырған жайым бар. Әңгіменің соңы. Міне, өмірде осындай да жағдайлар болады екен. Әңгіме ұнаса, лүпіл басып, пікір бөлімінде өз ойларыңызды қалдыра отырыңыздар. Әңгіменің авторы шәкіртім Гүлжәмиля Салықбай. Ал дыбыстап оқыған Жазира Тулешова. Амандықта болайық.